Сендер биліксіңдер, сендер талап етулерің керек. Сендер қолдарында статустарың бар, сонымен зарлап жүрсіңдер. Сендер талап етулерің керек. Сендер зарламау керек. Біз талап етіп отырмыз. Өкіметтен талап етулерің керек. Етіңдер талап, дұрыста. Аргументтарың жоқ болса, сондықтан өкіметтегілер елемейді. Батырайын ба девасың ба? Мені жүйе жоқ, жүйе дұрыс емес. А жүйе дұрыс болу үшін, секунду, бөле бермеңші, жүйе дұрыс болу үшін, бізде кәсіби парламент болу керек. Кәсіби парламентте мамандар отыру керек. Сол мамандар ана өкіметке бүйтіп көзімен шұқып айту керек. Тыңда деп. А бізде ондай бар ма? Бар, жарайды. Ерлан, Мақсат, кім бар тағы? Асхат Аймағамбетов, қалған 100 қайда? Сондықтан, тек қана атқарушы билікті кінәлауға болмайды. Парламенттің да кінәсі бар. Билік болғаннан кейін бәрінің кінәсі бар. Мына жігіт қылды ғой. Бәрінің кінәсі бар билік болғаннан кейін. Менің де кінәм бар. Конечно. Сенің де кінәң бар. Менің кінәм жоқ. Мен зарлап жүргеніме қанша болды? Шырылдап жүргеніме қанша болды? Біз де дәл сен сияқты зарлап жүрміз. Әлеке, сендер қолдарында статустарың бар, сонымен зарлап жүрсіңдер. Сендер талап етулерің керек. Сендер зарламау керек. Біз талап етіп отырмыз. Өкіметтен талап етулерің керек. Етіңдер талап, дұрыста. Аргументтарың жоқ болса, сондықтан өкіметтегілер елемейді. Әлеке, тыңда, біріншіден сен өзіңмен бізді бөлме. Біздің барлығымыз Қазақстанның азаматымыз. Сен қазір биліксің, Ереке, сен биліксің деймін. Біз депутат. Сен заң қабылдаушы биліксің. Сен биліксің. Мен ол зарлап жүрген, менде билік те жоқ, түк те жоқ. Сендер үйтіп, Әлеке, сендер үйтіп бөлмеңдер. Жоқ, биліксің деймін. Бүгінгінің депутаттары бүгінгі дейін оқпайды, что олар билік екен. Сендер биліксіңдер, сендер талап етулерің керек. Ана министр жұмыс жасатуың керек. Талап етіп. Талап ете алмайсыңдар. Неге? Неге? Өйткені сауат жетпейді. Алар алда бұрады. Әлеке, сен үйтіп, бізді үйтіп төмендетпе. 10 жігіттен басқаның сауаты жетпейді деймін. Ереке, Ерлан Сайыров, қайталап айтам, Мақсат Толықбай, Бақытжан Базарбек, Асхат Аймағамбетов, Болатбек Нәжмедин, тағы бір 10-ға толтырам, қалған 90-ның пайдасы жоқ. Кәсіби парламент болмай, бұл елде ешқашанда ештеңе түзелмейді. Заң дұрыс қабылдамай, ананың барлығы осылай жүреді. Мен мына жерде айтып отырмын саған, заңды нені өзгерту керек? Маслихатқа полномочия беру керек деймін, оқпайсың. МЧС суды басқармау керек деймін, оқпайсың. Әлеке, тыңда. Ол МЧС-тің... Мен сол туралы айтып отырмын. Мен претензиям Ерланда емес. Мен заң қабылдауға претензиям. Мәселе онда емес. Ол заңдардың барлығы, қазір мен саған айтып отырмын, оның барлығы қабылданар. Шала. Мәселе